Баржан аға, баспалдақтың каркасын немен жасатқан дұрыс? Жалпы баспалдақтың каркасы ол дұрыс баспалдақтың шығуына тікелей әсер етеді. Сондықтан каркасы размері дұрыс болса, дұрыс баспалдақ шығады. Енді баспалдақтың каркасын жасаудың үш материалы бар қазір нарықта. Біріншісі ол бетон, екіншісі темір, үшіншісі ағаш. Осы үш материалмен жасауға болады. Енді үшеуінің де өзінің ерекшелігі бар. Енді осылардың ішінен сапа жағынан айтатын болсақ, ол бетон. Біріншіден ол өте сапалы болады. Екіншіден өте әдемі көрінеді, мықты болады. Шума изоляциясы бәрі мықты болады. Ал бұның өзінің жаман жері бар. Қандай жері? Мысалы, сіздер бетонмен құйған кезде ол біріншіден арзан ақша болмайды. Екіншіден, егер қате жасап қойсаңыздар өз беттеріңізбен, оны бұзып қайта салу өте қиын, және де уақыт талап етеді, көп ақша талап етеді. Екіншісі ол темір. Темір сапасы да болады, жақсы болады. Енді бетонға жетпейді, бірақ жақсы. Бетоннан кейін. Екіншіден темірдің ерекшелігі, сіздер оны кез келген кезде өзгерте бересіздер. Мысалы, теріс сваркіленіп қалса, қайтадан алып дұрыс сваркілеуге болады. Өзгертуге өте оңай болады. Үшіншісі, және де темірдің бағасы да арзан болады. Мысалы, жұмысымен, материалмен есептеген кезде примерно 450 мың, 500 мыңға шығады. Үшіншісі ол ағаш. Ағашты тек қана үйі ремонты біткен, үйіне сварка жасауға болмайды, бетон құюға болмайтын жерлерге ғана қояды. Бірақ ағаш слабый деген сөз емес, ағашпен де жақсы жасаса, жақсы шығады. Ағашты тек қана уже ремонт бітіп, үйлеріне кейін бір ремонт жасайтын адамдар ғана қойса болады. Ағашпен өте арзан шығады.